дастарханыңыздың сәнін келтіретін, қонақтарыңыз риза болатын осындай күлгін түсті кекстер видеосын қабыл алыңыздар. Алдымен ұнымызға 1 қасық ванилин мен жарты қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызға ванильді қант пен құм-шекер салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлей отыра 2 жұмыртқаны кезек-кезек салып отырамыз. Бір-бірден салып, жақсылап миксерлейміз. Әрмен қарай жаңағы дайындап алған ұнымызды салып, тағы да миксерлейміз жақсылап. Осындай сұйықтықта болуға жет. Одан кейін сүт құямыз. Әрмен қарай венчикпен араластырып, осындай сұйықтықта шығарғанымыз жөн. Әрмен қарай менде смородина вареньесі, соны қосып, 3 қасық салдым. Енді жақсылап араластырып, формамызға саламыз. Мен формамды алдымен майлап алдым дағын, сосын салдым. Мінекей қыздар, осындай әдемі күлгін түсті кекстер дайын болды. Отбасыңызды қуантып, дастарханыңыздың сәнін келтіріңіз.